Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Адайс Кезеттің ютубтан айына қанша табатынын есептеп шығаратын боламыз. Айынша лайктарыңызды аямай басып, пытырлап тастаңыздар. Достар, ең бірінші біздің табыс көзі ол монетизация. Монетизация дегеніміз ютубтың өзі видеоның басына қоятын реклама. Екінші пункт ютуб сообщество. Ютуб сообществоны бәріңіз білесіздер, түсіндірмесем де болады. Ал үшінші пункт реклама букмекерский конторы. Төртінші пунктқа келетін болсақ, стримда түсетін донат. Монетизациядан Адайс Кезет айына $800-дан $6000-ға дейін табады. Дәлел скринда көріп отқандарыңыздай. Бірақ бұл точный информация ма белгісіз. Орташа есеппен $700 деп ала берейік. Ал $700 теңгеге ауыстырсақ, скриндағыдай 26 000 теңге. Значит, Адайс Кезет монетизациядан айына 26 000 теңге табады. Ал енді келесі пунктқа кеттік. Екінші пункт бізде сообщество. Адайс орташа есеппен алғанда аптасына сообществоға 10 запись. Ал 10 запистің жетеуі ақшалай, үшеуі тегін болады. Тегін дегенде қалай? Мысалға, ол өзінің туыстары мен гильдиядағы жақын балдарына тегін істеуі мүмкін. Оның бір записі 3 000 теңгеден есептесек, аптасына 7 запись 21 000 теңге болады. 21 000-ді 4-ке көбейтсек 84 000 теңге болады. Яғни Адайс сообществосынан айына 84 000 теңге тауып отырады. Үшінші табыс көзі бізде реклама букмекерский контор. Яғни букмекерлік контораларға реклама жасау. Оның ішінде 1xbet. 1xbet бір видеоға орташа есеппен 3000 рубль береді. 3000 рубльіңіз теңгеге шаққанда 18 000 теңге болады. Букмекер контораларда рекламаның екі түрі болады. Олар фиксированный және партнерский. Фиксированныйға мысалға сізге бір айға 3000 рубльдан 10 видеоға беріп қояды. Ал партнерская дегеніміз сіздің ссылкаңызбен қанша адам өтсе, сонша ақша беріп отырады. Адайс айына 12 видео салады. 12 видеоның біреуінде ғана реклама болуы мүмкін. Яғни Адайс букмекерлік конторадан айына тек 20 000 теңге алып отырады. Достар, біздің ең соңғы пункт донат. Адайс ең соңғы кездері стримда аз жасап жүр, сондықтан ода аптасына максимум 2 стрим болып жүр. Ол бір стримдағы донаттан орташа есеппен алғанда 3 000 теңге табады. 3 000 теңгені 2500 деп округлить алайық. Сонда аптасына 2 рет 2500, 5000 болады. 5000-ді 4 аптаға көбейтсек 20 000 теңге. Адайс донаттың өзінен айына 20 000 теңге табады. Достар, енді біз бәрін қосып қорытынды жасайық. Монетизациядан 26 000, YouTube сообществодан 88 000, реклама букмекерский контор 20 000, стримдағы донаттан 20 000. Бәрін қосқанда бізде 146 000 теңге болады. Осымен біз, достар, Адайстың ютубтан табатын айлық табысын есептеп біттік. Бірақ бұл табыс дәл болмауы мүмкін. Видеоны аяқтамай менің сіздерден өтінішім бар. Өтініп сұрайтын нәрсе ол еңбегіңді бағалап, лайктарыңызды аямай басып тастауларыңызды сұраймын. Достар, осы видеода неғұрлым көп лайк болса, менде соғұрлым мотивация мықты болады. Және де сіздер тағы да осындай видеоблогер және игра блогерлердің табыстарын білгілеріңіз келсе, осы видеоның астына 2000 лайк жинап тастайық. Және достар, астыдағы қызыл кнопканы сұр кнопкаға айналдырайық. Сіздерге ол экранды бір рет басу, ал маған ол өте приятно болады. Сіздермен болған мен Fire KZ. Давайте, амуты жүзгенше сау болыңыздар.